Қазірдің өзінде уже сөйлесіп келісіп жатқан нелер бар, зауыттар бар осылардың арасында. Енді Гуанчжоудағы көрмені бір күнде аралау мүмкін емес енді. Мынаның бағасы 2 миллион 100 мың теңге ғана. Қорқамыз бір нәрсе ашатын болсақ. Осында жазулар жазылады екен еке. Мында жазулар жазып береді екен. Не істеп береді? Осылай орап беретін құрылғы екен. Қазір қосып көрсетеміз. Себебі очередь өте адам көп болған, кезектен өтем дегенше мүмкіндіктер ашылып жатыр ағайындар, достар. Алдыңғы жол барып қайттық, 10 күн өтер өтпес қайтадан виза тапсырып, қайттан кетіп бара жатырмыз бұйырса. Алдыңғы жол барған кезде маған қатты ұнады, көп нәрсеге көрдім, көп нәрсе мүмкіндіктер көрдім. Былай айтқанда мүмкіндіктер шынымен жетеді. Енді осы жол қайтадан бір айға толыққанда барып, сол жақта тұрып, выставкада көрмеде бастан аяқ болуды жоспарлап отырмын. Одан кейін көрмеден кейін сол заводтар аралауға, жалпы мүмкіндіктерді қарауға, тағы да 10 күндей қалайын деп тұрмын бұйырса. Бастан аяқ бір ай бойы болайын деп тұрмын. Шынымен де адам қарсы алу, күтіп алу бола ма, немесе адам апару бола ма, зат сал жүру бола ма, заводқа байланысты бір оборудованиялар тауып сал жүру бола ма, керек заттардың бәрін тауып жүру бола ма. Керек болса, мысалы қуандық сол жақтан дистрибуция алды бір заводтан. Сондай бір заводтың дистрибуциясын алып беру бола ма, яғни сату құқығын ғана тек қана сізде ғана болатындай деген сияқты. Сондай мүмкіндіктердің бәрін практически жасауға болады. Оған тәжірибеде бар, құдайға шүкір, ол жақта жақсы қазақ бауырларымыз да бар, Ерзат деген, Шалқар деген, сол жақтың Қытай кәсіпкерлерімен жақсы араласатын, Қытай кәсіпкерлерімен бір деңгейде сөйлесе алатын деген сияқты. Өзінің каргосы бар, өзінің логистикасы бар, өзінің сол жақта компаниясы бар, жігіттер бар. Яғни толыққанды жан-жақты мүмкіндіктерді жасауға бар жатырмын былай айтқанда. Так что алдағы видеоларды қарап отырыңыздар, мен YouTube-қа салып отырамын, бастан аяқ. Барлық информацияны барынша откровенно, ешқандай интригасыз қалай бар солай салып отыруға тырысамын. Адресім 30 километр жер екен. Счет 144 оған көрсетіп тұр. Оған ішінде енді арзан ба, қымбат па. Келдік Кантонский выставкаға. Негізі екінші күн келген дұрыс екен. Кеше бірінші күн келген жігіттер таңертең 8-де келіп, түскі 1-де ғана кіріпті. Себебі очередь өте адам көп болған, кезектен өтем дегенше 4 сағаттай уақытын құртып қалыпты. Мен екінші күн келдім, ешқандай кезек жоқ, неке спокойно адам аз, кіріп бара жатырмын. Солай дұрыс екен. Паспорт обязательно қасында жүру керек. Мынандай не береді екен? Agent. Көк болса, сіз покупательсіз, яғни тұтынушысыз. Қызыл болса, сіз ұсынушысыз, тауардың ұсынушысы, яғни завод представителі деген сияқты, компанияның представителі деген сияқты.
көрменің бірінші күнінде мынанша пакет. Не деп ойлайсыз? Бұл каталогтар, визиткалар, компанияның данныйлары, бәрімен WeChatпен байланыс орнаттық. Таныстық, білістік, кішігірім. Бәрін істеген келеді, бәрін өндіргін келеді, бәрін жасағын келеді. Қызығып бәрін ала бердік. Енді осылардың бәрін енді ақырында бір жерге сақтап қоям. Біреуге болмаса біреуге пайдалы болатынына мен сендім. Бұйырса. Скорее всего, телеграм канал сақтап қоятын шығармын. Телеграм канал ашып, сол жерге сақтап қоямын. Бұйырса. Барлығын аралап үлгерген жоқпыз. Бүгін техника, оборудованиялар, мини заводтар, станоктар, сондай заттарды көріп үлгердік барынша. Ертең электрониканы қарайық деп тұрмын. Бәрін аралау мүмкін емес, физикалық тұрғыда мүмкін емес. Жалпы бұл бүгін екінші күн негізі ненің көрменің. Ертең 3, 4, 5 күн болады, одан кейін басқалары келеді. Басқа бағыттағы көрме болады. Мебель, жиһаз, жаңағы сол бағыттағы. Одан кейін жалпы сөйтіп 3 бағытта көрме болады. Келесі айдың 5-іне дейін бойын деп тұр ғой. Қараша айының 5-іне дейін жалғасайын деп тұр. Мен соны толыққанды көрейін деп отырмын. Толыққанды болайын деп отырмын. Барынша көрмеден материалдар жинап YouTube'қа салып отыруға тырысамын. Так что каналға тіркеліп алыңыздар, жазылып алыңыздар. Менің YouTube'дағы шығып жатқан видеоларымды жібермеңіздер. Сонымен қатар Instagram, TikTok'қа да салып отырам. Қысқа нұсқаларын. Бірақ толық нұсқасын YouTube'дан көресіздер. Ертең мен қасыма Шалқар деген жігіт қосайын деп отыр. Бір-екі күнде ертең Ю қаласынан келеді. И бірге завод аралайтын боламыз. Гуанчжоудағы болсын, басқа қаладағы болсын, заводтарды аралайық деп тұрмыз. Оның барлығын осы YouTube'қа салып отырам. Сіздерге қандай бағыттағы заводтар қызық, қандай бағыттағы тауарлар қызық жазыңыздар. Мен барынша откровенно, ешқандай интригасыз ашып, көрсетіп беріп отыруға тырысам. Кімге қандай көмегім керек, оған да пайдалы болуға тырысам. Қазірдің өзінде WhatsApp'та маған жазып, TikTok'тан көріп едім, YouTube'тан көріп едім, жазып жатқандар бар. Ананы сұрап, мынаны сұрап. Барынша откровенно жауап беріп отырмын, ешқандай ештеңені сатпай деген сияқты. Әзірге. Бірақ сататын дүние шығып жатса, мүмкін алда уақытта сатышамын. Көреміз. Ешқандай курс сатпаймын точно. Так что каналға тіркеліңіздер, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий и басқалар таратыңыздар. Кімге осы Қытаймен кәсіп қызық, пожалуйста, таратыңыз. Көрсін, пайдалы болсын. Не только кәсіп та Қытаймен. Жалпы Қытайға келу, саяхатпен болсын, оқуға болсын. Менің видеоларым оған пайдалы болуы мүмкін. Әсіресе кәсіппен айналысқысы келетін, Қытаймен кәсіп құрғысы келетін кісілерге, тем более менің видеоларым пайдалы болатынына күмән жоқ. Сенімдімін. Нұрекен екеуміз жаяулатып жатырмыз экспоға. Негізі Гуанчжоу, Ю деген қалалардың дамығанына көп болмаған. Өзі бір 20 ары кетсе 30 жыл маңайында дамыған қалалар ғой негізі. Ал Шанхай, Гонконг деген қалалар ол әуел бастан ертерек дамыған қалалар былай айтқанда. Аяққа, тізеге, қолға жасайды, мойынға жасайды. Басқа жасайтын бар екен. Басқа жасайды.
көрмеде жүрміз Шәкеңмен бірге. Мына жерде ұсақ түйек заттар, майда шүйек заттар, жалпы кішігірім заттардың көрмесі екен. Мына жерде дәл қазір балаларға арналған тауарлардың ортасында жүрміз. Шарлар бар, ойыншықтар бар, игруш, жаңағыдай кішкене көліктер бар. Сосын торговый центрде қойып қоюға арналған нелер бар, жаңағыдай көліктер бар. Кішігірім табыс көзден алдыратын деген сияқты. Бағалары кәдімгідей жер мен көктей салыстырмалы түрде. Кейбір заттардың мен Каспийден қарап бағасын салыстырған кезде өте арзан болып тұрған еді. Жаңа жылдық елкалар. Осында жазулар жазады екен мінекей. Мында жазулар жазып береді екен. Ыстық екен, мынау суық дейді. Иә, қолын күйдірмейді. Мынау күйдірмейді. Кішкене коробкалардың сыртына, қораптардың сыртына, сыйлықтардың сыртына, блокнот, журналдардың сыртына кішігірім. Оның датасын жазғанға, QR код жазғанға, кішігірім бір-екі жазулар жазғанға керек құрылғы екен, станок. Вот. Мында жазып берейін деп тұр примерно, Арқанда жазып. Иә. Жазуға болады, өзіңіздің QR кодыңызды қойуға болады, жаңағы сыздыртуға болады, немесе кез келген бір сурет деген сияқты. Логотип, может быть. Мынандай құрылғы, мынандай коробка бола ма, в общем, упакованный заттарды істеп береді, осылай орап беретін құрылғы екен, қазір қосып көрсетеміз. Күнделікті бытовойға қажетті нәрселер, тоқитын станок. Мұнаның бағасы 2 миллион 100 мың теңге ғана. Көріп тұрғаныңызға мінекей сыммен тартып, тоқып шығарып беріп жатыр. Одан бөлек мына станок бар. Бұл станок мынандай жасайды мінекей. Мынандай жасайтын станок мінекей. Тоқтармен. Бұның бағасы 1 миллион теңге. Бұның бағасы 1 миллион теңге. Енді осыны кесетін станок бар мына кесіп, әдемілеп мынау шикізат мына тоқылады ғой. Соны кесіп шығарып береді екен. Бұл 34 мың юан. Ал мұнаның бағасы 1 миллион теңге, теңгемен шаққан кезде. Мінекей, қараңыздар. Мынау қазан қырғыш па, мынандай нәрселер. Бұл эстода анау-мынау нәрселер қырғанға, майды кетіргенге өте жақсы таптырмайтын нәрсе болып тұр ғой. 1 миллион. 1 миллион. 2 миллион ары кетсе 2 миллион, 1 миллион, 2,5 миллионның көлеміндегі станоктармен ТМД елдеріне қажетті. Өзбекстан, Қырғызстан жалпы Қазақстаннан бөлек даже керек. Күнделікті өмірге, күнделікті тұрмыс-тіршілікке, бытовойға қажетті нәрселерді өндіріп сата беруге мүмкіндіктер ашылып жатыр, ағайындар, достар. Бүкіл данныйның контактілерін бәрін алып алдық. Сұраған кісілерге береміз, тауып береміз, сөйлесіп береміз, келісіп береміз деген сияқты. Сұйықтық құйып береді ғой, былай айтқанда. Сұйықтықты мына жерден құйып, мына сұйықтықты енді әрқандай емістің құйылады. Одан кейін ана жақта қақпағы болады өзіне. Соңғы мына жерде затты қоясың, қақпағын жауып, сол сұйықтықты құйып береді. Қолмен қойып отыра ма ананы?
Қолдар баса. Су баса. Қолмен қояды екенсің. Ар жағынан шығарып, бірақ өтіп кетеді арқатай ше. Мына шығаратын да бар екен. Осы қағаздың өзі осы шығарады екен ше. Осы да бар екен. Оны да кейінде сізге алып беремін дейді. Үй қаласында көрмеден шықтық. Шәкеңмен, Шалқа бауырымызбен біраз бір күнде енді аралап, тексіз аралап шығ енді. Керегінше өзімізге керек каталогтардың бәрін бір сумка қылып алып алдық. Енді Гуанчжоудағы көрмені бір күнде аралау мүмкін емес енді. Мынаның өзінде енді аспай араласаң 2-3 күн аралау керек болады енді, бірақ біз кішігірім асығып. Айтайын дегенім байқаған нәрсенің бірісі. Мысалы Гуанчжоуда да, Юда да мысалы көрмеге көрдім ғой. Бір қарапайым, бір ғана тауардың ана жерде бір кемінде бір 10-15-20 конкурент тұр ғой. Көресің. Бір ғана тауардың. Яғни ол деген сөз, яғни даже бір секторда бәрі бір нәрсемен айналысады. Ол жерде бір сектордың өзінде 100 бутик болуы мүмкін ғой, соның бәрі бір нәрсемен айналысады. Ойлап қараңыздаршы. Сонда бір-бірін конкурент санамайды ғой сонда. Өздерінің әрқайсысы өз алдына ерекше жасап, әрқайсының клиенттері бар, әрқайсының заказдары бар, әрқайсының жұмыстары бар, істеп жатыр. Яғни вообще ешқайсысы бір-бірін жаңағы клиент конкурент санап жаңағы не істеп отқан жоқ. Бізде конкуренциядан қорқамыз бір нәрсе ашатын болсақ. Ой, ана жақта ашылып жатыр екен, мына жақта ашылып жатыр екен, оны ашпай ақ қояйыншы деген сияқты. Мына жақта ешқандай ондай проблема жоқ. Ондай ойды ойламайды да. Ашу керек па? Аша салады да істей береді деген сияқты. Үй қаласындағы каталогтарға бір шолу. Мынау тренажерлар әртүрлі, аяққа турниктер, беговой дорожка. Бағалары Каспийден 4-5 есе арзан. Каспиймен салыстырған кезде. Мынау да сол. Сапасы өте жоғары деңгейде көрдім. Әртүрлі мінекей аяққа арналған тренажерлар, үйге арналған, үй жағдайында өзі қолдана беретін тренажерлар. Арнайы фитнес-залға барып қажет емес, өзіне жеке алып алып пайдалана береді деген сияқты. Мынау жаңағы багажник для крыш, вот төбеге, көліктердің төбесіне арналған багажниктер. Тоже бағасы кемінде 3-4-5 есе арзан Каспийге қарағанда. Мынау балаларға арналған ойын-сауық орталықтарына қойып қоюға арналған көліктер ғой. Мынау тасымалға арналған көліктер. Тоже торговый центрлерге сатып алып, арендаға, площадьтарға арендаға қойып қоюға болады. Мына станок осындай қораптар шығарады екен. Әртүрлі мысалы ішіне салып қоятын заттардың қораптарын шығаратын станок. Мынандай қылып QR қойып қоюға болады, шрифттар қойып қоюға болады, пластиктің сыртына жазулар жазуға болады, қағаздың сыртына мінекей тауардың жаңағы мерзімдерін жазуға болады деген сияқты мінекей. Консерваның астына мерзім жазуға болады деген сондай арнайы мынау аппарат. Қағаздың бетіне гравировка жасап береді ол былай айтқанда. Жазу штрих-код тағысын тағады. Жуу құралдарын, машалка там, сондай нәрселер, қырғыш нәрселер шығаратын станок екен. Тоже каталогын барлығын даныларын алып алдық. Мынау қолғап шығаратын станок. Бұл қатты вообще қымбат емес. Жоқ, бұл кәдімгі шурп, яғни шурпты қатыратын станок, бірақ шурпты өзінің ішінен жеткізіп отырады ғой, былай айтқанда трубкасымен шурпты өзінің ішінен жеткізіп отырады, тырс-тырс. Яғни каждый раз насадканың басына шурпты қадап отырып қажет емес. Өзі ішінен қатырып отырады. Осындай станоктар. Майонез, кетчуп сияқты заттарға, сусындарға әртүрлі құйып беретін станок. Сұйықтығын құйып беретін станок. Ол енді не? Инструменттер, домашний нелер,
мына қырғыш қазан қырғыш сондай нәрселер шығаратын станок. Өте арзан, миллион теңге тұрады. 2.300.000 теңге тұрады ары кетсем. Мынау аяққа арналған, аяқты дірілдеткіш, салмақ қуғанға, артық үй жағдайында былай айтқанда қолданып жасай беретін домашний фитнес былай айтқанда. Мынау ең крутой станоктардың бірісі. Бұл екеуі мынандай коробкаларда, мысалы, сыртынан сразу есеп береді. Қатырып береді ғой, мынау жасап беретін екен. Мынандай жасап беретін станок. Осыны тартып беретін станок. Мына пакетке кез келген бір ыдысты, кез келген товарды пакеттерге, конфеттерді пакетке салып беретін. Жеміс жидек пакетке салып беретін станоктар екен. Мынау щетка жасайтын станок екен. Щетканы жасайды, щетканың нелерін қатырып береді басына. Мынау санузелдің заттары, бағаларымен өте арзан. Палаткалар, әртүрлі палаткалардың заводын тауып алдым. Бір кісілердің сұранысына байланысты каталогтар қарап тауып қойдым. Сосын мына Гуанчжоудағы бірінші кезеңнен өткен жаңағы көрген станоктар. Мынау одноразовый ыдыстар жасайтын станок, әртүрлі осылардың бәрін жасайтын станок. Сосын мына станок одноразовый маска, тапечка, қонақ үйлерге арналған одноразовый заттары жасайтын станок. Аяқ киім, бахила деген сияқты. Мынау өте мына жаңағы автоматтар, өзі сата беретін автоматтар. Мороженое сатады, ойыншық сатады, шар сатады, вата сатады деген сияқты. Мына пакет жасайтын станоктар, мынандай пакеттер жасайтын станоктар компаниясы тауып алды. Мына баклаж жасайтын станоктар мінекей. Бағалар қайда? Бағалар асы қатты қымбат емес, ары кетсе 2-3 миллион, ары кетсе 5 миллион. 5 миллионға сіз мини завод былай айтқанда сатып алайын деп тұрсыз ғой. Мынау тоже стакан, одноразовый стакандар жасайтын одноразовый стакан жасайтын станок. Мынау да одноразовый стакан жасайтын станоктар. Так, мынау чупа-чуп жасайтын станок екен. Осылай, жалпы бұл бір жағы қарам, мына жақта еще қаншама каталогтар жатыр. Оның барлығы мен Сәкеңнің Ерзаттың несінде, каргосында мен каталогтарын әкеп қойдым. Осы жақта тұрады, енді үй жаққа көтер жүргенге өте жүк. Керек кезде осы жігіттерден ақпарат біліп, заводқа тікелей шығып, мына заводтардың бәріне тікелей шығып, ақпарат біліп, келістіріп, сөйлесіп бере аламыз. Қазірдің өзінде уже сөйлесіп келісіп атқан нелер бар, заводтар бар осылардың арасында. Жақын арада сол заттарды уже салып жүретін боламыз. Гуанчжоудан жақсы бір видеолар күтіңіздер. Каналға жазылып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Басқа кімдерге керек осы видео, осы тауарлар, осы көрменің мүмкіндіктері, контактілер, данныйлар кімге керек деп ойлайсыз, таратыңыздар осы видеоны. Мен барынша пайдалы видео түсіруге тырысам, жасауға тырысам. Сосын кімге қандай тауар қызықтырады. Қазірдің өзіне біз жаңағы оборудениялардың уже қарастырып,
ақпараттарын алып беріп, салып жіберетін салып жіберіп, тауып салып жіберіп, келістіретін келістіріп жұмыстар атқарып бастадық. И ондай жұмыстарды ешқандай қиындықсыз жасауға болады. Кімге не керек, товар бола ма, оборудование бола ма, соның бәрін жасауға болады. Енді ертең Гуанчжоуның Кантонский выставканың, Кантон көрмесінің екінші фазасы, екінші кезеңі басталады. Ол жерде құрылыс саласы бойынша, жиһаз саласы бойынша біраз тағы да біраз шаруалар, біраз салалардың көрмесі болайын деп тұр. Соның бәрін көрсетейін деп отырмын. Одан кейін тағы үшінші фазасы бар. Так что каналға міндетті түрде тіркеліп жібере алмаңыз менің видеоларымды.